Бәріңізге ассалаумағалейкум. НАТОға мүше елдер арасында Ресейге байланысты келіспеушілік туындады. НАТОға мүше елдер арасында Украинадағы соғыс кезінде Ресеймен қарым-қатынасты қалай құру керектігі жөнінде келіспеушілік туындады. Бұл жөнінде The New York Times басылымы батыс елдердегі жоғары лауазымды шенеуніктің сөзіне сілтеме жасап жазды. Сұхбат берушінің пікірінше НАТО жанжал ұзаққа созылуы мүмкін әрі салдары ауыр болады деп болжайды. Балтық елдері мен Польша Мәскеумен қарым-қатынасты толық тоқтатып, Ресейді тізе бүктіретін жағдайға әкелуі керек деп санайды. Ал Ресейге шамалы іші бұратындар қатаң санкциядан қорқады. Бұл Еуропаның қауіпсіздігіне қауіп төндіруі мүмкін дейді. Франция, Германия және Түркия Ресей армиясының әскери қылмыс жасады деп айыптаса да, Владимир Путинмен байланысты жалғастыра бергенді қолдайды. Брюссельде НАТОға мүше елдердің сыртқы істер министрінің кездесуі өтіп жатыр. Ұлыбритания сыртқы істер министрі Лиз Трасс солтүстік Атлантикалық одақ Ресеймен әріптестігін қайта қарауы шарт. Қазіргі Ресей-НАТО келісімі өлді деп мәлімдеген. Осының алдында НАТО Ресей армиясы Украинаға жаңа шабуылға дайындалып жатыр деп болжаған. Ресейдің Киевтен әскерін алып кетуі кері шегініс емес, қайта топтасып жаңа шабуылға дайындалуы деп мәлімдеген ұйымның бас хатшысы Йенс Столтенберг. НАТО мәліметінше Ресей Донбасты толық басып алып, аннексиялаған, Қырым арасында дәліз орнатпақшы. Наурыз айының соңында Мәскеу Киев пен Черниговтағы армиясын қысқартып, Донецк және Луганск облыстарын толық бақылауға алуға басымдық береміз деген. Достар, осымен видеомыз соңына жақындап келе жатыр. Видео ұнаған болса лайк басып арнаға тіркеле кетейік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.